Баршаңызға қайырлы күн. Балықты духовкада дайындаймын. Осындай дәмдеуіштер қосамын. Балықты қажетті бөліктерге бөліп алып, дәмдеуіштер сеуіп шығамын. Сарымсақты үккіштен өткізіп, әр балыққа жағып шығамыз. Осындай кіші көлемдегі картопты таңдаймыз. Әр балыққа бір картоптан жұқа етіп турап шығамыз. Фольганы балықтың көлеміне қарай қиып аламыз. Дәміне қарай аздап тұзын, 2 ас қасық сұйық май құйып араластырамыз. Қызанақты жұқалап, дөңгелек етіп турап аламыз. Әр фольгаға картопты 2 қатардан орналастырамыз. Үстіне қызанақты қойып шығамын. Осындай панировканы қолданамын. Балықты алдымен ұнға аунатып аламын. Одан кейін жұмыртқаға, үшінші панировкаға аунатып аламын. Балықты бетіне қойып, фольганың 2 жағын қайық сияқты формаға келтіреміз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутқа пісіріп аламыз. Балықтың сырты қытырлақ, дәмді болады. Астындағы картобы піскен. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда өзімнің жасап көрген рецептілермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.